Сәлем достар. Сіз бір сәт ойланып көрдіңіз ба? Неге кейбір адамдар 50 жасында, 30 жастағыдай жас көрінеді де, ал кейбірі 25 жасында шаршаңқы әрі ересек көрінеді? Көпшілігіміз мұны генетика деп ақтаймыз. Бірақ ғылым бойынша біздің сырт келбетіміз 80% өмір салтымыз бен күнделікті әдеттерімізге байланысты. Бүгін біз сізді байқатпай қарттыққа сүйрейтін күнделікті істеп жүрген 5 басты қателікті талқылаймыз. Егер сіз жастығыңызды сақтап қалғыңыз келсе, бұл видеодағы ақпарат сіз үшін өмірлік маңызды болмақ. Бірінші қателік ол бізде тәтті өлім және де гликация. Бірінші қателік қантты шамадан тыс тұтыну. Біз тәттіні тек фигураға зиян деп ойлаймыз, бірақ ол терінің басты жауы. Ғылымда гликация деген термин бар. Сіз қант жегенде оны молекулалары терінің серпімділігіне жауап беретін коллаген мен эластин талшықтарына жабысады. Нәтижесінде бұл талшықтар қатайып сына бастайды. Бұл дегеніміз теріңіз созылғыштығын жоғалтпайды, терең әжімдер пайда болады деген сөз. Сондықтан бетіңізге қымбат крем жаққаннан бұрын рационыңыздағы қантты азайту әлде қайда тиімді. Екінші қателік түнгі гаджеттер және ұйқы. Екінші қателік ұйқы режимін бұзу және жастық гормонын елемеу. Түнгі сағат 23:00-ден 2-ге дейін ағзамыз мелатонин бөледі. Бұл тек ұйқы гормоны емес, бұл біздің ағзамызды іштен жөндеп жасушаларды жаңартатын ең күшті антиоксидант. Егер сіз осы уақытта телефонның көк жарығына үңіліп отырсаңыз, мелатонин бөлінбейді, нәтижесінде ағза жаңарып үлгермейді. Ал сіз таңертең ісінген бетпен және қарауытқан көз айналасымен оянасыз. Бір түн ұйықтамау ағзаны биологиялық тұрғыдан бірнеше күнге қартайтады. Үшінші қателік су ішуді ұмыту. Біздің ағзамыз 70% судан тұрады. Су жетіспегенде ағза оны бірінші кезекте тері мен шаштан ала бастайды. Тері құрғап жұқарады. Бұл пергамент тері эффектісін тудырады. Чай, кофе немесе газдалған сусындар таза судың орнын ешқашан баса алмайды. Керісінше олар ағзадан суды айдайды. Есіңізде болсын, су ішпеген тері тез солады. Дәл суарылмаған гүл сияқты. Төртінші қателік SPF қорғанысын қолданбау. Көпшілігіміз күннен қорғайтын кремді тек жағажайда жағу керек деп қателесеміз. Бірақ ультракүлгін сәулелер қыста да, бұлтты күні де теріге әсер етеді. Олар терінің терең қабаттарына өтіп, ДНК-ны зақымдайды. Бұл процесс фотоқартаю деп аталады. Терідегі пигментті дақтар мен ерте түскен әжімдердің 80%-на күн сәулесі кінәлі. Егер 50 жасыңызда 40-тағыдай көрінгіңіз келсе, SPF кремі сіздің күнделікті серігіңіз болуы тиіс. Ал 5-ші қателік, ең басты қателігіміз үнемі стрессте жүру. Күйзеліс кезінде бөлінетін кортизол гормоны ағзаны іштен жеп қояды. Ол қан қысымын көтеріп, жасушалардың бөлінуін баяулатады. Сонымен қатар біз уайымдағанда бет бұлшықеттеріміз жиырылып, маска пайда болады. Ашу, мұң, реніш бетіңізге терең қатпарлар болып қалып қояды. Психологиялық саулық бұл сыртқы сұлулықтың негізі. Достар, көріп отырғаныңыздай, жастықты сақтау бұл сиқырлы дәрі емес, бұл күнделікті кішкене таңдаулар. Бүгін қанттан бас тарту, ерте ұйықтау немесе бір стакан артық су ішу ертеңгі күнгі сіздің айнадағы бейнеңіз. Осы 5 қателіктің қайсысын сіз күнде істейсіз? Пікірге ашық жазыңыз. Бірге талқылайық. Видео пайдалы болса арнаға жазылып, жақындарыңызға жіберіңіз. Өзіңізді күтіңіз, себебі сіз
соған лайықтысыз. Сау болыңыздар.